Сәлем, бүгін мен сізге постерде адалдық бағдарламаларын қалай құруға және орнатуға болатынын көрсетемін. Адалдық бағдарламаларының екі түрі бар. Бонустық және жеңілдік бонустары сіздің клиенттеріңізге бонустар жинауға және олармен шот-фактураны немесе оның бір бөлігін төлеуге мүмкіндік береді. Жеңілдіктер сатып алу сомасынан жеңілдік алуға мүмкіндік береді. Сіздің мекемеңіздің қонақтары жеңілдік немесе бонустық жүйелердің мүшесі болу үшін оларды тұтынушылар тобына біріктіріңіз. Тұтынушылар тобының маркетингі қойындысында қосу түймесін басыңыз. Тұтынушылар тобын атаңыз. Мысалы, 5% адалдық бағдарламасы өрісінде жеңілдік жүйесін таңдаңыз. Жеңілдік мөлшерін көрсетіңіз. Әртүрлі жеңілдік өлшемдері үшін бірнеше топ құрыңыз. Сондай-ақ бонустық бағдарламалар үшін бірнеше топ құрыңыз. Адалдық бағдарламасы өрісінде бонустық жүйені таңдаңыз. Туған күн бонусы өрісіне клиенттің туған күніне алатын бонустарының сомасын енгізіңіз. Постер сіздің мекемеңіздің қонақтары туралы жеке ақпаратты есте сақтау үшін тұтынушы картасын жасаңыз. Маркетинг тұтынушылары қойындысын ашып, қосу түймесін басыңыз. Мұнда тұтынушының аты жөнін, жынысын, туған күнін, карта нөмірін, телефон нөмірін, электрондық поштасын, жеткізу тапсырыстары мен түсініктемелеріне арналған мекен жайларын көрсетуге болады. Сондай-ақ картада жеңілдік тобын орнату кезінде жеке бонус немесе жеке жеңілдік өрісі бар. Мұнда қосымша пайыздық бонусты немесе осы клиент үшін жеке жеңілдіктерді көрсетіңіз. Сіздің мекемеңіздің тұрақты қонақтары көбірек жеңілдіктер мен бонустар алу үшін топтар арасында ауысу ережелерін жасаңыз. Маркетингтік адалдық бағдарламалары қойындысында бонустық жүйелерді орнатыңыз. Клиент бонустармен төлей алатын чектің максималды пайызы үшін максималды пайызды енгізіңіз. Сәлемдесу бонусы. Клиент картасын жасаған кезде адам бірден алатын соманы көрсетіңіз. Топтар арасында ауысуды қосыңыз. Өту шарттары тармағында тізімнен топты таңдап, соманы жазыңыз. Содан кейін клиент келесіге ауысады. Бірінші топта жаңа картаны жасау кезінде клиент кіретін топты белгілеңіз. Сондай-ақ клиенттердің жеңілдік топтары арасында ауысуларды орнатыңыз. Егер сіз тұтынушылар тобын жойсаңыз, оның мүшелерінің карталары, сондай-ақ олардың бонустары мен жеңілдіктері де жойылады. Егер сіз қандайда бір тауарларға немесе санаттарға бонустар мен жеңілдіктермен төлем жасалмауын қаласаңыз, оларды алып тастауға қосыңыз. Ерекшелік маркетингі қойындысында ерекшелік болатын санатты немесе элементті таңдаңыз. Бұл ретте олар әлі де акцияларға ие болады. Сонымен қатар оларды сатып алған кезде бонустар жиналады. Сіздің мекемеңізде акцияларды қалай орнату керектігі туралы бізде арнада бөлек бейне бар. Клиент бонустарды немесе жеңілдіктерді пайдалана алуы үшін оны тапсырысқа қосыңыз. Клиент қойындысын таңдап, аты жөнін, карта нөмірін немесе басқа карта опцияларын пайдаланып, іздеуде қалаған тұтынушыны табыңыз. Қолдану түймесін басыңыз. Тапсырысты қабылдау кезінде жаңа тұтынушы картасын жасау қажет болса, оны терминалда жасаңыз. Тұтынушы қойындысында жаңа тұтынушы түймесін басып, ақпаратты әкімші панеліндегідей енгізіңіз. Терминалда жеңілдіктер мен бонустарды қосуды шектей аласыз. Параметрлер. Қауіпсіздік қойындысындағы әкімші тақтасында әкімші құпия сөзін орнатыңыз және жеңілдік қосылған кезде әрқашан элементтің жанына құсбелгі қойыңыз. Дұрыс конфигурацияланған адалдық топтары арқылы тұтынушыларыңыз мекемеңізге қайта барғаны және тамаша сатылымдары үшін, тапсырыстар үшін жеңілдіктер немесе бонустық қаражат ала алады.